Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз мынандай электронды кітапқа обложка жасайтын боламыз. Бұл реальный заказ. Енді қарапайым нәрсемен жасайын деп жатырмыз, бірақ сіздер реально шынайы айналысатын болсаңыздар, онда Adobe InDesign деген программамен айналысуға кеңес береміз. Ал бірінші біз химияға қатысты болғандықтан фон таңдайық. Фонымыз мына түсті алдық, фиолетовый және көкті түстер екен. Келесі мәселе, біз химия деп кітаптың атын жазайық. Және керекті түске өзгертіп, шрифтімізді өзгертейік. Және шрифттің размерін үлкейтейік, өзімізге ыңғайлап. Және керекті жеріне алып бардық. Сосын келесі фон сурет дейді, негізгі сурет, жазудың астына тұратын сурет. Соны іздеп көрейік. Мынау растворлармен тұрған сурет келетін сияқты. Үлкейтіп ыңғайлап алайық. Келесі төменгі бөлігін подвал дейді, соны жасап жүрейік. Ол үшін төртбұрыш элементін таңдап, квадрат элементін таңдап, төменге қойдық. Және түсін өзгертейік. Түсі ақ болғанын әдемі көрінеді. Келесі, бұл шығарушы басылымның логотипі. Біз логотипті алдын ала дайындап алдық. Қазір логотипті қояйық. Төменге қайда кетіп қалған өзі? Міне таптық. Ғалым бол деп аталады. Жаңағы баспаның атауы. Бұл кітап 7-ші сыныптарға арналған практикум, зертханалық практикум. Әр несінде тақырыпқа сай зертханалық жұмыстар қарастырылған. Сыныбын жаздық. Қазір оны керекті орынға қоямыз. Көк түсті болған жақсы, өйткені ақ мен көк әдемі көрінеді. Келесі кітаптың неге арналғанын жазайық. Ол зертханалық практикум. Ол үшін мынадай элемент таңдап алдық. Әрине қызыл емес, оған ақ болған әдемі көрінетін сияқты. Қазір түсін өзгертеміз. Аққа өзгертеміз. Сосын ішіне практикум деп жаза қоямыз. Барлығы бас әріппен, өйткені сол әдемірек көрінеді. Түсін фиолетовый түске өзгертейік. Сосын шрифтімізді химия дегенмен сәйкестендіріп, сол шрифтті қояйық. Және размер шрифті үлкейтейік. Сәл ортарақ қойсақ, әдемі көрінетін сияқты. Енді бір сызықтар жетпеспейтін сияқты. Қазір сол сызықтарды сызып, одан да әдемірек етейік. Төменгі жағына фиолетовый түстен растворларымызға сәйкес етіп. Ал жоғарғы жағына төменгімен әдемі көріну үшін ақ түсті таңдасақ. Сосын жаңағы сызығымыздың размерін үлкейтіп алдық. Әдемірек көріну үшін. Оны көшіріп аламыз да, тек түсін өзгертсек, соның өзі жеткілікті. Түсін ақ түске өзгерттік. Міне мұқаба осымен дайын. Қош сау болыңыздар. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментке жаза кетсеңіздер болады.